Сізға сәлем, сіздермен бірге даму мед. Біз қол топографиясы тақырыбын жалғастыратын боламыз. Келесі ең күрделі аймақ қолтық-асты аймағы. Қолтық-асты аймағының ең әуелі шекарасына тоқталатын болсақ, алдыңғы шекарасы мускулус пекторалис майордың төменгі жиегі, артқы шекарасы мускулус латиссимус дарсидің төменгі жиегі, ал медиалды шекарасы ол үшінші қабырға бойымен екі бұлшықетті қосатын сызық, ал латералды шекарасы иық аймағында бізде жаңа айтып өткен үлкен кеуде және арқан жалпақ бұлшықеттерін қосатын сызық болып табылады. Енді бұл шекараны түсіну үшін қазір мына суретке тағы да қарап өтсек, мінекей өте жақсы көрсетілген. Аудан бізде мускулус пекторалис майорды көріп тұрмыз, артқы жағынан мускулус латиссимус дарсиді көріп тұрмыз. Осы бұлшықеттердің мінекей медиалды 1, 2, 3, үшінші қабырғалықпен қосатын сызық, ал латералды мінекей жаңағы иық аймағында екі бұлшықетті қосатын сызық. Бірінші номермен бізде фосса аксиляris қолтық шұңқыры көрсетілген. Жалпы шекарасы түсінікті болды деген ойдамын. Енді қабаттарына келіп тоқталатын болсақ, ең бірінші тері қабаты. Бұл қабатта көптеген шашты түзілістерді көреміз. Құрамында көптеген тері май бездері болады. Және келесі терраса шелмай қабаты әлсіз болып келеді, көбінесе бетке фасциямен бірігіп кетеді. Және бұл жерде иықтың жаңағы жүйкелерінің терілік тармақтары және бетке лимфа түйіндері орналасады екен. Келесі қабат бетке фасция, ол нашар дамыған болып келеді. Жаңа айтып өткендей, көбінесе терраса шелмай қабаты мен пластинка құрып екеуі бірігіп жатады. Енді келесі меншікті фасция, фасса аксиляris. Енді меншікті фасцияның өзіндік ерекшелігі бар. Оның ортасы жұқа болып келеді, шеттері тығыз болып келеді фасцияның. Осы жұқа жерінде көбінесе осы қан тамыр, лимфа тамыры жүйкелер өтетін тар сануал болады екен. Енді осы фасса аксиляристің өзі бізде аймақтары бар ғой жанындағы, соған таралып атауы өзгереді. Ол қалай? Мысалы, фасса аксилярис мінекей алдыңғы кеуде аймағына өтсе, ол фасса торатика болып өзгереді, немесе фасса торатика болып жалғасып кетеді. Ал латералды жақтан бізде иық фасциясы болып, фасса брахи болып жалғасады. Ал артынан болса, ол бел кеуде фасциясына жалғасады, фасса тораколюмбалиске. Ал медиалды алдыңғы тісті бұлшықетті жабатын, соны меншікті фасциясымен жабылып жатады екен. Енді бұл жерде тағы да ерекшелік бар. Енді меншікті фасция қолтық-асты фасциясының осы ішкі бетінде жерди деген байлам болады. Оны біз алдыңғы бұған асты аймағын айттық қой. Сол кезде айтқан болатынбыз, естеріңізде болса, сол аймақтағы меншікті фасция мен бұғана кеуде фасциясы екеуі бірігетте қолтық аймағына қарай байлам түзеді дедік. Бұл байлам меншікті фасцияны жоғары қарай тартып тұрады да қолтық ойысын ямка тәрізді сондай пішін береді деп айтқан болатынбыз. Мысалы, адамнан қарасаңыздар да қолтық аймағында ямка тәрізді формада болады. Осы бұл форма жерди деген жерди байламының арқасында жүзеге асады екен. Қабат қолтық-астының клетчаткалық кеңістігі. Ол кеңістіктің құрамына не нәрсе кіреді? Май клетчаткасы кіреді, қолтық-асты жүйке тамыр шоғыры кіреді, лимфа түйіндері кіреді. Енді жүйке тамыр шоғырында, яғни артерия аксиляris, вена аксиляris, нервус аксиляris және иық өрімінен тарайтын тармақтар лимфа түйіндері деп айтамыз. Яғни құрамына кіретін нәрселер клетчаткалық кеңістіктің. Енді қолтық шұңқырын құрайтын қабырғаға келетін болсақ, біз жаңа шекарасын ғана айттық. Енді оның құрайтын қабырғасы бар. Қабырғасы бұлшықеттен және фасциялардан құралады. Жалпы қолтық ойысы өзі пирамида тәрізді пішінде болады. Алдыңғы қабырғасын құрайтын ол мінекей үлкен кеуде бұлшықеті, мына жерде енді кесіліп алып тасталынған, чтобы кіші кеуде бұлшықеті көріну үшін. Мінекей үлкен кіші кеуде бұлшықеті және фасция клавика пекторалис, мінекей көріп тұрмыз. Бұғана кеуде фасциясы. Осылай бізде алдыңғы шекараны құрайды екен. Ал артқы шекараны құрайтын, енді мына суретте көрсетілмеген, жалпы айтып өтсек, ол мускулус субскапулярис, яғни жауырын асты бұлшықеті, мускулус терис майор, үлкен дөңгелек бұлшықет, одан кейін латиссимус дарси арқаның жалпақ бұлшықеті. Ал медиалды шекарасын құрайтындар мускулус серратус антериор, алдыңғы тіс желі бұлшықет, және фасция торатика. Ал латералдыны құрайтын мускулус коракобрахиалис пен бицепс брахи, яғни екі басты бұлшықет. Енді сонымен қатар бұл жерде фасция брахиді де айтып өтсек болады, латералды шекарасын құрайды деп. Енді келесі осы бұлшықеттердің арасында бізде үшбұрыштар бар. Мінекей алдыңғы қабырғасында негізгі жаңағы кіші кеуде бұлшықетін проекцияға ала отырып үшбұрыштар жаратамыз. Біз оны алдыңғы сабақта айтып өткен болатынбыз, артерия аксиляристің жүру жолын айтқан кезде. Мінекей жаңағы кіші кеуде бұлшықетінің жоғарғы жиегі мен бұғана сүйектің ортасында тригонум клавика пекторали деген бұғана кеуде үшбұрышы бар.
Одан кейін кіші кеуде бұлшықеттің өзіне сәйкес келетін үшбұрышты тригоном пекторали дейміз. Одан кейін мінекей кіші кеуде бұлшықеттің төменгі жиегі мен латераль шекараның арасында жатқан үшбұрышты тригоном субпекторали, кеуде асты үшбұрышы деп айтамыз. Бұл үшбұрыштардан бізде артерия аксиллярис проекцияланатындығын білеміз. Және енді артқы қабырғасында жаңа айтып өткен субскапуляри, терес майр, ватисмус дарси құрайды дедік қой. Осы артқы қабырғасының бұлшықеттердің арасынан екі тесік өтеді екен. Ол қандай тесіктер? Яғни 4 шақты тесік және 3 шақтаулы тесік. Бұл тесіктерден жүйкемен жаңағы артериялық қан тамырлар өтетіндігі белгілі. Енді бұл тесіктердің өзінің әрқайсының қабырғасына келетін болсақ, мінекей мына жерде жазып алсаңыздар болады. 4 шақты тесікті төменнен мускулус латисимус дарсидің жоғарғы жиегі, жоғарыдан субскапуляристің төменгі жиегі, латеральды жақтан иық сүйегінің хирургиялық мойны, медиальды жақтан мускулус трепс брахидің ұзын басты сіңірі құрайды. Ал 3 шақты тесікті төменнен мускулус латисимус дарсидің жоғарғы шеті, жоғарыдан мускулус субскапулярисдің төменгі жиегі, латеральды жақтан мускулус трицепс брахидің сіңірі құрайды. Енді қазір оны көрсететін боламыз суреттен. Жалпы бұл жерде не өтеді деген сұрақ болуы мүмкін, иә. 4 шақты тесіктен өтетін ол ваза циркумфлексия хумери болып табылады. Яғни мынау тоқпан жіліктің айналмалы қан тамыры, одан кейін нервус аксиллярис өтеді 4 шақты тесіктен. Ал 3 шақтаулы тесіктен өтетіндер ол бізде ваза циркумфлексия скапуля, яғни жауырынның айналмалы тамыры өтеді екен. Мына суреттен 4 шақтаулы және 3 шақтаулы тесіктерді көріп тұрмыз, иә. 4 шақтаулы тесік, мінекей аты айтып тұрғандай, жаңағы 4 қабырғасы бар. Енді бұны төменнен мускулус латисимус дарсиді көріп тұрмыз, мінекей мына жақтан қиып алынып тасталынған мускулус латисимустың дарси. Ал жоғарыдан субскапулярис, мінекей жауырын асты бұлшықеті, иә, мінекей жоғарыдан так. Енді латеральды жағынан иық сүйегінің хирургиялық мойны, мынау бізде иық сүйегі, бұлшықеттермен только жабылып тұр да, дұрыс көрсетіліп тұрған жоқ. Хирургиялық мойны, ал медиальды жақтан мускулус трицепс брахи, мынау бізде мускулус трицепс, яғни үш басты бұлшықет шектеп тұрады. Мінекей осы бұлшықеттерден не өтеді дедік 4 шақтаулы тесіктен? Ваза циркумфлексия хумери постериор, яғни тоқпан жіліктің артқы айналмалы тамыры өтеді, ол бізде артерия, одан кейін нервус аксиллярис өтеді. Енді 3 шақтаулы тесікті мінекей көріп тұрмыз. 3 шақтаулы тесікті төменнен мускулус латисимус дарсидің, мінекей мынау дарси бізде қиылып тасталған ғой, жалпы ол бізде ұзыннан кететін бұлшықет қой, арқан жалпақ бұлшықет, арқан полный жауып тұратын. Осы бұлшықет кетеді. Одан кейін жоғарыдан мінекей мускулус субскапуляристі көріп тұрмыз. Ал латеральды мускулус трицепс брахидің сіңірі, мінекей трицепс брахидің сіңірі кетеді екен. Бұл 3 шақтаулы тесіктен өтетін ваза циркумфлексия скапуля, яғни жауырынның айналма артериясы болып табылады. Енді келесі біз лимфа түйіндеріне тоқталатын болсақ, лимфа түйіндерін негізі 5 топқа бөліп қарастырамыз, иә. Ең әуелі, мысалы, ноди лимфати централис дейміз, яғни ортаңғы лимфа түйіндері ең үлкені болып табылады. Бұл қолтық фасциясының астында орналасады да, лимфаны арқадан, кеудеден, сүт бездерінен жинап алып келеді. Және осы центральный жаңағы лимфа түйіндеріне бетке лимфа түйіндері аяқталады, осы жерге келіп құяды. Келесі ноди лимфатика субскапулярис дейміз, немесе ноди лимфатика постериор деп аталады. Так, постериор групп, яғни артқы жағында орналасқан. Бұл арқаның жоғарғы бөлігінен және мына жерде бізде иық буынынан лимфаны жинап алып келеді, және артқы қабырғадан жинайды, жалпы өзі аты айтып тұрғандай. Одан кейін ноди лимфатика хумералис, яғни латеральды жағынан мінекей тоқпан жіліктің бізде буындарынан, тоқпан жіліктің сүйегінен, осы жердегі қордың жалпы бұлшықеттерінен, терісінен, сүт безінен лимфаны жинап алып келеді, осы латеральды қабырғадағы лимфалар. Келесі лимфа түйіндер ноди лимфади пекторалис, яғни ол алдыңғы қабырғадан жинайды, яғни антериос деп тұр ғой, алдыңғы қабырғадан, мінекей пекторал групп деп тұр, суреттен көріп тұрмыз. Бұл алдыңғы қабырғадан кіндіктен жоғары орналасқан іштің аймағынан лимфаны жинап алып келеді.
Ал келесі 5-ші топ ноди лимфатика апикалис дейміз. Яғни бұл көбінесе тригонум клави пекторалиске сәйкес келеді. Мінекей тригонум клави пекторалис айтқан болатынбыз, бұл бұғана кеуде үшбұрышы деп. Осы бұғана кеуде үшбұрышынан барлық қалған жаңағы қуыртық лимфа түйіндерінің бәрі осы жерде аяқталатын болып келеді. Және өте маңызды, себебі осы аймақтан көбінесе ісік тараса, ол басқа аймақтарға метастаз жайып кетуі мүмкін. Осы қуыртық асты аймағының басқа аймақтармен өзара байланысын, ірімдік қабынулық процестердің таралу жолын айтып өтсек. Ең бірінші жаңа айтып өттік қой, 3 шақтаулы тесік болады дедік, 4 шақтаулы тесік болады дедік артқы қабырғада. Осы 3 шақтаулы тесік арқылы жауырын аймағына байланысады қуыртық асты аймағы, ал 4 шақтаулы тесік арқылы мінекей дельта тәрізді аймаққа, яғни сол поддельтовидное пространство дейміз ғой, клетчаткаға байланысып кетеді. Және бұғана кеуде фасциясы арқылы көбінесе артерия торака акромиалис, біз оны бірінші видеода талдап өттік, соның жолымен субпекторальды кеңістікке байланысады. Одан кейін бізде жүйке тамыршылығы бар ғой, қуыртық астының, қуыртық асты артериясы, венасы, жүйкелері, соның проксимальды бағытта, мінекей проксимальды бағытта мойын аймағына қарай байланып кетеді, байланысып, одан дальше жаңағы средостениеге байланысып кетеді. Яғни бұл бізде мінекей проксимальды бағытта жоғарыда, ал дистальный бағытта, яғни осы жүйке тамыршылығының бойымен ол мінекей иық аймағының клетчаткалық кеңістігімен байланысады екен. Жалпы сонымен қатар бұл жерде айта кетуге болады, жауырынның жаңағы бетке және терең жапырақшалары бар ғой, бізде жауырын деп кеуденің, кеуде қабырғасының, солардың арасымен жаңағы подлопаточное пространствомен. Осы өте маңызды нәрсе, ол жүйке тамыршылығының проекциясы. Яғни бұл мінекей айтып өткендей, бұғана сүйектің ортаңғы іштен бір бөлігінен 1 сантиметр жетпей, мінекей 1 сантиметр төмен басталады да, иық аймағының несіне дейін барады, иық аймағының ішкі бетіне дейін қосатын нүкте болып табылады. Енді бұл жерде ерекшелігі бірінші вена жатады медиалды түрде, одан кейін артқы жағында артерия жатады, сосын жүйкелік өрім жатады. Енді біз артерияны алдыңғы сабақта жақсы отырып талдаған болатынбыз, яғни 3 аймақтан өтеді, оның тармақтары болады дедік. Вена да соған ұқсас, ал енді біз бұл жерде жүйке тамыршылығының ерекшеліктерін атап өтсек. Бұл жерде иық өрімі көрсетілген. Жалпы иық өрімі негізінен 5-ші мойын сегментінен және 1-ші кеуде сегменттерін өзара бірігуінен түзілген. Осы мойын өрімін өзін суреттен соңғы тармақтарына мән беріп қарайтын болсақ, бізде талшықтары, 3-ші талшықтар. Енді осы талшықтардан латералды талшықтан тарайтын нервус мускулокутенеус, яғни бұл жағы терілік жүйке, және нервус медианус. Нервус медианус тек қана латералды талшықтан тарамайды, осымен қатар медиалды талшықтан тарайды екен. Нервус медианус медиалды және латералды талшықтардың бірігуінен түзіледі. Одан кейін медиалды талшықтан плюс нервус ульнарис, яғни шынтақ жүйкесі тарайды екен. Ал постериор, яғни артқы талшықтан екі тармақ тарайды, нервус радиалис, яғни қаражіліктік жүйке, және нервус аксилярис, қолтық жүйкесі. Осы бізде қолтық аймағын жүйкелендіретін нервус аксилярис болып табылады. Нервус аксилярис жаңа айтып өткенде 4 шақтаулы тесікте шығады. Не нәрсемен бірге, яғни артерия вена циркумфлексия хумери постериор, яғни жаңа ваза циркумфлексия хумери постериор дедік қой, осы тоқпан жіліктің артқы айналмалы артериясымен венасымен бірге шығады екен. Тәрізді аймақ. Дельта тәрізді аймақ, ол дельта тәрізді бұлшықетке сәйкес келеді. Алдыңғы жағынан сулькус дельтоиды пекторалис, артқы жағынан сулькус дельтоидис постериор, және бұл аймақтың пішіні үшбұрыш тәрізді болып келеді дейміз. Енді қабаттарынан келетін болсақ, тері қабаты қалың, қозғалтқыш емес, терасты шелмай қабаты. Енді дельта тәрізді бұлшықеттің артқы жиегінің ортасында қолтық асты жүйкесінің жаңағы тармағы өтеді терасты шелмай қабатынан, яғни нервус аксилярисінің тармағы. Сонымен қатар нервус суpraклавикулярис өтеді екен. Енді бұл қандай тармақ? Қолтық асты жүйкесінің, яғни нервус кутенис брахилатералис супериор деген терілік, иықтың терілік тармақ өтеді. Келесі қабат беткелік фация, ол нашар дамыған болып келеді. Содан кейінгі келесі қабат меншікті фация, фация дельтоида деп атаймыз. Бұл дельта тәрізді бұлшықетке футляр түзейді.
яғни сіздер дельта тәрізді бұлшықетті біледі деген ойдамын. Қазір мына жерден бұлшықеттерді көрсетіп өтсем. Так, дельта тәрізді, мінекей дельта тәрізді бұлшықет, үшбұрыш пішінді келген, мынау иықтың біраз аймағын жауып тұратын бұлшықет. Осы бұлшықетті сыртынан қаптайтын фацияны фация дельтаида деп атаймыз. Ол фация жоғарыдан бұғана сүйегінен және акромионмен иық сүйегінің омыртқасымен біріктіріліп кетеді. Бесінші, әрине бұлшықеттің өзі дельта тәрізді. Ол бұғананың сыртқы жағынан акромионнан басталады. Бұғанан тұрады бөлігінен акромионнан басталады, барып жантұқпан жіліктің дельта тәрізді бұдыры бар, соған барып бекінеді, немесе туберожан дельтаиди хумери деп атаймыз. Және бұл бұлшықет көбінесе нервус аксиляриспен жекелендіреді екен. Енді осы дельта тәрізді бұлшықеттен кейін орналасқан субдельта тәрізді клетчаткалық кеңістік бар, немесе поддельтовидное клетчаточное пространство деп атаймыз. Енді бұл жерде фация дельтаиданың терең жапырақшасымен, так, на суретке қайтып келейік. Фация дельтаиде, яғни дельтазды бұлшықетті жауып тұратын меншікті фацияның терең жапырақшасы және иық буыны мен иық сүйегінің проксималды ұшының арасында орналасқан, бізде иық сүйегі, осылардың арасында орналасқан кеңістікті субдельта тәрізді кеңістік дейміз. Енді оның құрамында не нәрсе өтеді? Әрине жүйке тамыр шоғыры өтеді, субдельта тәрізді синовиалды қапшық өтеді, яғни бұл болса субдельтаида деп атаймыз. Оны біз иық буынын айтқан кезде толық қарастырамыз. Одан кейін тоқпан жіліктің үлкен айдашығын қоршап тұрады, және бұл айдашықта қылқан асты, қылқан үсті кіші дөңгелек бұлшықеттердің сіңірлері барып бекейді екен. Осы субдельта тәрізді клетчаткалық кеңістікте болатын құрылымдар. Енді жаңа айтып өткен болса субдельтаида, дельта тәрізді қапшық, оның жанында орналасады осы субакромиалис, яғни субакромиональды қапшық. Олар өзара бізде байланысып жатады екен. Так, енді келесі енді жүйке тамыр шоғырының проекциясына келетін болсақ, осы дельта тәрізді аймақтан. Ол жерде нервус аксилярис және артерия циркумфлекса скапули, хумери солар өтеді. Енді бұл қалай проекцияны вертикалды сызық арқылы акромионның, бізде акромион, осы акромионның артқы бүйір бұрышынан төмен қарай мускул дельтаидиосының артқы жиегімен қиылысуға дейінгі аймақта проекцияланады жүйке тамыр шоғыры. Енді мына жерден біз мінекей қан айналымын көріп тұрмыз. Осы аймақтың коллатеральды түрде қандай артериялармен бірге круг жасайды. Ең бірінші артерия супраскапулярис, мінекей көріп тұрмыз, ол қайдан келді деп сұрады. Сіздер айтасыздар, трункус тиросервикалистен келеді, ал трункус тиросервикалистің өзі артерия субклявияның тармағы болып табылады. Одан кейін артерия субклявияның тағы да бір тармағы трансверса коли бар, мойыны жаңа көлденең артериясы. Содан келетін рамус профундус терең тармағы. Ал үшінші артерия аксиляристен келетін артерия циркумфлекса скапули. Мінекей артерия циркумфлекса скапулияны көріп тұрмыз. Осы жаңағы айтып өткен бұғана асты артериялар, қолтық асты артериялар өзара осылай байланысып бізде коллатеральды кругты құрайды екен. Бұл жерде айта кететін нәрсе, осы коллатеральды круг деп отырғанымыз, бұл артериялар өз арқылы, өзара анастомоз құрау арқылы, мысалы, мына жақта тоқпан жілік сынып қалды делдік, ол либо буын шығып кеткен кезде артерия циркумфлекса скапулия қысылып қалады. Ондай аймақта бізде жаңа айтып өткен супраскапулярис бар, трансверсус коли бар, солардың арқасында иық буынның қанмен қамтамасыз етілуі жалғаса береді. Яғни бұл бізде анастомоздың жақсы жері болып табылады, мысалы. Енді келесі осы акромиалды дельта тәрізді торды құрайтын артериялар тоже сұрап қалуы мүмкін. Ең бірінші артерия торако акромиалис болып табылады. Торако акромиалистің өзінің тармағы ғой, артерия циркумфлекса скапули дегендер. Осы тармақтар. Одан кейін жаңағы иық аймағын бізде айналмалы артериясы, артерия циркумфлекса хумери, және жаңағы айтып өткен иықтың жаңағы терең артериясының дельта тәрізді тармағы болып табылады. Біз артерия аксилярисінің тармақтары, осылар бізде өзара қосылады, анастомозданады, және дельта тәрізді бұлшықеттің жаңағы негізіне терең орналасады. Соның арқасында осы аймақты жақсы қанмен қамтамасыз етуге қатысады екен.